Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қысқа арналған компот жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады және де тез жасалынатын компот түрін ұсынбақшымын. Сіздер де жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз банкілерімізді суға қайнатамыз. Осындай стерильді қылып жасап аламыз. Одан соң крышкаларымызды суға қайнатып аламыз. Одан кейін біз осындай жеміс-жидектеріміздің барлығын жуып тазалап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша неше түрлі жеміс-жидектерді пайдалансаңыздар болады. Мен осы жеміс-жидектерді пайдаландым, барлығын жуып тазалап қойдым. Одан кейін банкілерімді осылай стерильді қылып жасап қойдым және қантымды да дайындап қойдым және крышкаларымды да дайындап осылай барлығын алдын ала дайындап қоямыз. Содан кейін осы жеміс-жидектерімізді біз банкілерімізге теңдей қылып бөліп саламыз. Менде 19 банкі 2 литрліктен және де 3 литрліктен 2 банкі. Осы жеміс-жидектің барлығын осы банкілерге теңдей қылып бөліп салдым. Жеміс-жидектерімізді осылай банкіге салып болғаннан кейін мен 2 литрлік банкіге 200 грамм қант салдым, ал 3 литрлік банкіге 300 грамм қант салдым. Мінекей достар, теңдей қылып барлық банкілерге осылай жеміс-жидектерімізді салып шығамыз. Мінекей достар, біз банкілерімізге бүкіл жеміс-жидекті теңдей қылып бөліп салдық. Одан кейін 200 грамм қанттан салып шықтым. 2 литрлікке, 3 литрлікке 300 грамм қант салдым. Содан соң қайнап тұрған ыстық суды осы банкіміздің үстіне құямыз. Одан кейін осылай крышкамызды жабамыз. Видеода көріп отқандарыңыздай. Одан соң осы банкімізді тексереміз. Жан жақтан қарап, ауа келіп тұрма, келмей тұрма, соны тексеріп аламыз. Одан соң осы видеода көріп отқандарыңыздай банкілеріңізді осылай қанты ерігенге дейін шайқайтын боламыз. Одан соң төңкеріп, үстінен жылы сүлгімен жауып қоямыз. Барлық банкілерді дәл осы видеода көріп отқандай қылып жасаңыздар сіздерде. Мінекей достар, мен барлығын жасап шықтым. Одан кейін төңкеріп қойдым. Енді үстінен жылы көрпемен болмаса жылы сүлгі не бар, сонымен жауып қойсаңыздар болады. Ертеңгі күнге дейін дәл осылай тұру қажет. Мінекей достар, біздің компотымыз дайын болды. Өте керемет болып шыққан, түсі де керемет болып тұр. Қыстың уақытысында ішуге қолайлы компот түрі, ең оңай түрі. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда талай жақсы рецептер шығатын болады.